Баршаңызға жалынды сәлем достар. Сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 2021 жылға Отряд самоубийц миссияна вылет атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Айтпақша мен YouTube'тан табыс табу туралы TikTok канал жүргізуді шештім. YouTube жайлы қызықты ақпараттың бәрі сол жерде. Енді маған сіздердің барынша қолдауларыңыз керек боп тұр. Сілтеме видеоның описаниясында көрсетілген. Ал біз көпке созбай видеомызға оралайық. Брайан атты жігіт қару-жарақтар бойынша нағыз эксперт. Оның қауіпті болғаны соншалықты үкімет оны әлемдегі ең қатал түрмеде ұстап отыр. Өзінің жылдам ойлау қабілеті арқылы Брайан қарсыласын өлтіру үшін кез келген траекторияны есептей алады. Күтпеген жерден агент Аманда жігітті шақырып, оны басқа да бұзақылармен аралдағы ең қауіпті миссияға жіберуді шешті. Егерде миссияны сәтті орындаса, онда түрмеден 10 жылға ерте шығады екен. ФБР миссия кезінде оларды бақылап отыру үшін бастарына арнайы чип орнатуда. Егерде олар қашатын болса, чип сол мезетте жарылады. Полковник Рик Брайанды басқа да бұзақылармен таныстырады. Суицид отряды деп аталатын жаңа топта капитан Бумеранг, Блэкгард, Монгал, Найза, ТДК және де Ласка атты адам тәріздес жануар бар. Ал топтың соңғы мүшесі Харли Квин болатын. Полковник Рик отрядты екі топқа бөліп, оларды теңіз бойына тастамақшы. Ал аралға олар өздері білдіртпей жетулері тиіс. Теңізге түсе салсымен Ласканың жүзе алмайтыны белгілі болды. Ақыры ешкім көмектеспеген соң жануар суға батып кеткен еді. Координатор бірінші топқа бағытты көрсеткен соң олар ақырындап шайқасқа дайындалуда. Бірақ та Блэкгард жоспардың бәрін құртты. Берілуге шыққан жігітті қарсы жақ бірден атып өлтірген болатын. Полковник Рик артқа қайтуды ұсынса да, Аманда миссияны аяқтауды бұйырады. Осылай жүздеген әскерге қарсы шыққан суицид отряды өз қабілеттерін көрсетуде. Өкінішке орай отряд ұзаққа шыдамай қырыла бастағанда Брайан қорыққаннан аралдан қашпақшы болады. Бұны байқаған Аманда сол мезетте оның басын жарып жіберген еді. Осы кезде екінші топ аралдың солтүстігіне жеткен болатын. Топтың лидері әлем бойынша номер 1 мерген Бладспорт. Осыдан 3 күн бұрын Бладспорт түрмеде өз жұмысын істеп жүргенде оған Аманда келіп, миссияға қатысуды ұсынады. Жігіт ақыры келіспеген соң Аманда оны қатысуға мәжбүрлеуді шешті, әйтпесе оның кішкентай қызы да түрмеге кетеді екен. Осылай миссияға келіскен Бладспортты ФБР агенті Миротворец пен Акула патшасымен, егеу құйрықпен және де көпіршік адаммен таныстырады. Аманданың айтуынша отряд Корто Мальтезе аралына аттануы тиіс. Соңғы 100 жылда бұл аралды Эреро отбасы басқарған. Бірақ та елдегі революциядан кейін билікті генерал Луна генерал Суареспен бірге өз қолына алыпты. Онымен қоса генерал Луна ақштың Йотунгейн деп аталатын арнайы лабораториясында басып алған. Ол жерде дәл қазір Теңіз жұлдызы атты жатқаламшарлық проект жүріп жатыр. Ал суицид отрядының миссиясы аралдағы әскерлермен қоса проект жайлы барлық айғақтарды жою. Ғимаратқа кіру үшін оларға Гай Гриф атты адам керек, ал оны тек клубта қолға түсіруге болады. Осылай екінші топ солтүстік аралда кетіп бара жатқанда бірінші топта әлі шайқасуда. Жалғыз аман қалған Харли Квин өлім үстіндегі найзаға келеді. Жігіттің айтуынша найзаны бір жерге апару керек, бірақ қай жерге екенін айтып үлгермеді. Сол кезде қызды әскерлер қоршауға алған болатын. Онымен қоса полковник Рик те аман қалған екен. Бірақ та оны қашып бара жатқан жерінен әскерлер тұтқынға алған еді. Келесі күні екінші топ жолға шыққанда Аманда оларға полковник Риктің координатын береді. Енді олар полковникті құтқарған соң ғана ғимаратқа аттануы керек. Белгілі координатқа келген отряд қарсыластарды біртіндеп қыра бастайды. Тек полковник отырған үйге келгенде отряд оның бір әйелмен мәз болып отырғанын көрді. Сөйтсе Рикті осы әйел құтқарған екен. Ал сырттағы адамдар оның тобы болып шықты. Бірігіп олар генералдың көзін жоймақшы болған. Бірақ та суицид отряды оны білместен бәрін қырып тастаған болатын. Әйел ашулы болса да оларға көмектесуді шешті. Осы кезде генерал Луна мен Суарес Йотунгейн ғимаратында Гай Грифтен теңіз жұлдызы жайлы ақпаратты талап етуде. Гай Грифтің айтуынша теңіз жұлдызы ол ғарыштан табылған жатқаламшарлық объект. Экипаж оны бортқа кіргізгенде жұлдызша тез арада өзінің тұқымын таратып, адамдардың миын жаулап алыпты. Осының арқасында объект барған сайын үлкейіп барады екен. Бұны естіген генерал Луна жұлдызшаны қолға үйретіп, кейін бүкіл әлемге қарсы қолдануды шешті.
Осы кезде тұтқындағы Харлиге әскерлер қызыл көйлекті беріп генерал Лунамен кездесуге дайындайды. Осыған қарағанда генерал қызды ұнатып қалса керек. Харли резиденцияға келе салсымен, генерал оны жалаңаш күтіп алып, оған деген сезімін білдіреді. Осылай екеуі бірге қызықты уақыт өткізуде, ал махаббаттары барған сайын күшейіп барады. Бір кезде генерал оған теңіз жұлдызына байланысты жоспарын айтуда. Лунаның айтуынша, егерде біреу өзіне қарсы дауыс берсе, онда жұлдызшаға жемтікке беруге дайын. Бұны естіген Харли жігітті сол мезетте атып өлтірген еді, ал әскерлер оны қоршауға алды. Сол атты әйел суицид отрядының миссиясына көмектесу үшін оларға қарапайым киімдер беріп қалаға қарай жібереді. Клубқа келген отряд көзге түспес үшін адамдарды көңіл көтеруге тартады. Өздері әбден қызыққа беріліп жүргенде клубқа Гай Гриф та келген болатын. Бладспорт оны сол мезетте тұтқынға алмақшы, бірақ та әскерлерден Харлидің дәл қазір тұтқында екенін естіген отряд оны құтқаруды шешті. Генерал Суарез Харлиді тоқпен қинауда. Суарез аралға келген отряд мүшелерінің санын білгісі келіп тұр, бірақ та Харлидің айтатын түрі жоқ. Бір кезде генерал кете салсымен Харли күзетшіні өлтірген еді. Жалғыз өзі барлық әскерлерді қырып, досының найзасында өзімен алып кетті. Енді жас қыз таксиге отырмақшы болғанда, арттан тығылып жүрген достарын көреді. Мы пришли спасать тебя. Осылай бәрі бірге жиналған соң ақыры Йотунхеймге аттанбақшы. Гай Грифтің фургонына жасырынған отряд қиналмай ғимарат аумағына да кірді. Енді суицид отряды теңіз жұлдызы проектісін жоюға келіп тұр. Бұл хабарды естіген президент Суарез барлық әскерлерін ғимаратқа жібереді. Полковник Рик Гай Грифпен бірге қауіпті зонаға кірді. Іште жүздеген адамдар сетканың ар жағында тұр, және де бәрінің миын жұлдызша жеп қойған. Ал жұлдызшаның үлкен болғаны соншалықты оны арнайы аквариумға қамап қойған екен. Гай Грифтің айтуынша, шын мәнінде бұл ақштың Корто Мальтеземен біріккен проектісі. Ал бұл проектіні ойлап тапқан адамдар осы отрядты жібергендер болып шықты. Гай Гриф бұның бәрін қайдан біледі десеңіз, кезінде ол да осы проектімен жұмыс істеген болатын. Полковник Рик Аманданың сатқан екенін түсініп, барлық ақпарат жазылған жесткий дискті бүкіл әлемге жариялауды шешті. Бірақ та миротворец бұған жол беретін емес. Сөйтсе ол Аманданың жіберген арнайы адамы екен. Екеуі сөйлесіп тұрғанда ғимарат қирап, сынықтар олардың үстіне құлайды. Соның кесірінен жұлдызша да босап кеткен еді. Рик пен миротворец жесткий диск үшін шайқасуда. Ақыры жігіт полковникті өлтіргенде бұны көрген егеу құйрық дискпен бірге одан қашпақшы болады. Бірақ та оны қолға түсірген миротворец қызды да өлтірмекші. Сонда төбеден түскен Бладспорт жігітті сол мезетте өлтірген болатын. Жас қыз Бладспортқа жұлдызша жайлы бар шындықты айтып берді. Сол кезде жұлдызша ғимаратты жарып шығып, мыңдаған тұқымдарын босатады. Ал олар барлық әскерлермен қоса Суарезге де шабысуда. Бүкіл армияны жаулап алған жұлдызша осылай зомбилармен бірге қалаға қарай аттанды. Аманда отрядқа қайтуды бұйырады, өйткені олар миссияны аяқтаған екен. Бірақ та топ чипқа қарамастан Аманданың бұйрығына қарсы шығып, қаланы жұлдызшадан құтқаруды шешеді. Сонда Аманда кнопканы енді басайын дегенде көмекшілері оны есінен тандырған болатын. Координаторлар отрядқа құбыжықты жоюға көмектеспекші екен. Бладспорт жұлдызшаға өз қарумен атса да құбыжыққа бәрібір секілді. Бір кезде отряд өлім үстінде жатқанда, егеу құйрық өзінің жарығымен қаладағы бүкіл тышқандарды жұлдызшаға бағыттайды. Ал Харли Квин найзамен оның көзін тескенде, тышқандар да құбыжықтың ішіне кіріп ақыры өлтірген еді. Енді суицид отряды Амандаға топты босатуды бұйырады. Әйтпесе олар проект жайлы бар ақпаратты әлемге таратпақшы. Осылай Аманданың келіскеніне қарамастан Бладспорт бәрібірде ақпараттарды таратуды шешті. Осымен біздің отряд самоубийц атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.